Түркиядан жедел шұғыл түрде қатты көмек керек деп біреу телефон шалды. Атыраудан тұратын бір жас келіншек, жаңа менің Түркияда тұратын өзімнен үлкен әпкемнің апасы дейміз, соның баласының, кішкентай баласының қолы темірге құлап сынып қалыпты деп, соған қатты қинал болмаған, жедел түрде шұғыл маған деген көмегіңіз керек, апа онлайн болса да қарап беріңізші баланы, өйткені дәрігерлер Анталиядан Аланияға ма ұшып келу керек па, соны дүйсенбі күні келіп қана ота жасай аламыз деген екен. Ал енді оғанға дейін деген бала деген шыдамай жатыр. Мынау деген бүгін деген 5-ші күн жұма, ертең алдымыз жаңа сенбі бар, жексенбі бар, балаға дүйсенбіге дейін қиналып кетеді ғой деп жылап телефон соқты. Содан онлайн шықты. Онлайн шыққаннан кейін Алланың құдіреті өте күшті ғой. Онлайн қарап отырған күнде қарасам кішкентай ғана бала екен, сол жоғары неден қоршаудан құлапты да шығам деп, содан қолын сындырып алған екен. Кейін ол бала қолын экранда осылай ұстап отырды. Сол ұстап отырған күйінде жаңағы мен онлайн қасиетті Құраннан дем салдым. Сол дем салып бір әрі кеткенде бір 10 минуттың ішінде баланың қолы орнына түсті. Енді жаңағы күш салмас үшін жаңағы қолын орамалмен байлап қойыңыз, тек қана осылай ұстап жүріңіздер дедім. Содан бірінші күнге дейін тағы да 1-2 рет қарап бердім. Ал енді дүйсенбі күні жаңа врачтар келгенде ота жасаймыз деп рентгенге түсірген кезде қараса баланың қолы түгелімен орнына түсіп кеткен екен. Және олар деген чудо произошло, весь этот процесс остановился, жаңағы кости срастись деп жазып беріпті. Содан кейін бала деген ешқандай ота да жасалған жоқ, дәрігерге де жатқан жоқ, сол күйінде үйде жатып ақ жазылып кетті. Бұл әрине енді Алла тағаланың құдіреті деп ойлаймын. Ол Алланың құдіретіне ешқандай шек жоқ.